Өңіріміздегі 20 этно-мәдени бірлестіктері мына қазандарды бір-бірден иемденген. Олар таңсеріден қазақ халқының ұлттық тағамы бесбармақты дайырлауға кірісті. Барын салған аспаздың барлығы да жеңімпаз атануға ниетті. Қазақ халқымен етене араласқан түрлі этнос өкілдері ұлттық тағамдардың барлық түрін, жатқа білетіндерін жайған дастархандар арқылы көрсете білді. Міне бүгін біз 2015 жылы бастағанбыз, ет асу фестивалін өткізіп жатырмыз. Бұндағы мақсатымыз Қазақстанда тұратын басқа ұлттардың қазақ тілін жаңғысы меңгере қоймай, оның мынау тамақтарында, бүкіл дәстүрлерінде дұрыс меңгере білетіндігімізді көрсетіп отырмыз. Ондағы ет асу, бас қою, жан-бас, қорыт, майсөк, соның барлығын бүгін көрсетіп отырмыз. Шараға облыс басшыларынан бастап мәслихат депутаттары, зиялы қауым өкілдері мен белгілі спортшылар шақырылған. Дәмнен ауыз тиген қадірлі қонақтар тағамдардың дәмімен дайындалған әдісіне баға берді. Жеңімпазды жазушы белгілі қоғам қайраткері Мархабат Байғұт бастаған қазылар алқасы анықтады. Саусағынан бал тамған аспаз ретінде Иран ұлтының өкілі танылды. Ет ауқатты қазақтан асырып дайырлаған үшін оған 200 000 теңгенің сертификаты табысталды. Иран халқында ет асу жоқ, бірақ мен туып өскен жерім Бәйдібек ауданы, осы оңтүстік Қазақстанда өскенбіз. Аптасында бір рет, екі рет ет аспасақ, күніміз өтпейді. Шетелден өзіміздің ағайындарым, достарымыз келіп тұрады. Мына қазақ дастарханына олар таң қалады. Кейде мен ол сіздерге бір айтып кетейін дегенім, осыдан 2 жыл бұрын Иранға барғам. Өзіміздің ағайындар қонаққа. Одан кейін бір 5-6 айдан кейін олар қайтып келіп, біздің дастарханымызды көргенген айтты, онда сіз біздің үйде аш жүрген екенсіз ғой деді. Татулықтың символына арналған фестиваль 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Айта кетсек, бұдан өзге Шымкентте жыл сайын палау фестивалі де ұйымдастырылып тұрады. Ұйымдастырушылар аталған шара жалғасын табады деді. Қанат Байысов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.